Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Мен сіздерге қазір бүйректен қуырдақ жасайтын боламын. Сіздерге оған керекті заттар, міне пияз бәрін дайындап алдым. Міне бір түрлі қызыл пияз, ақ пияз, міне тәтті бұрыштар, картоп, мынау жылқының жалы, кішкене тұздап қойғанмын. Міне бүйректің бір майда бір түтікшелері болады ғой. Оның барлығын мен кесіп алып тастадым міне. Сол түтікшелерін. Бүйрек те кішкене тұздалған. Көкшөптің 2 түрі, сарымсақ. Көкшөбімді турап дайындадым. Енді міне кезек сарымсаққа келді. Не бәрін дайындап болдым. Енді араластыруға болады. Бүйрек өзі де тұздалған, бірақ сонда да тағы тұз қосайын. Міне, көріңіздер, жылқының жалы. Немесе құйрық қоссаңыздар болады. Соевый соустан міне 2 қасық қостым. Міне толы 2 қасық оливковый май қостым. Көп майдың да қажет жоқ, себебі жылқының жалы бар емес пе. Міне сіздерге көрсетейін, міне шамамен 150 грамдай ғана су құйып жатырмын міне. Өйткені бүйрек ондайлық сулы емес қой. Мінеки бисмилля деп енді қазанның қақпағын жауып, жарты сағаттан кейін, 20 минут, жарты сағаттан кейін келіп ашып көремін. 20 минут болды, мен қазанды бір рет көрейінші араластырып деп. Міне қуырдақтың түрі. Сол 30-40 минутта пісу керек. Кеш жарық, қымбатты көрермендер. Менің қуырдағым дайын болды. Сулы болыпты. Өйткені мен көкаттарды көп салдым ғой. Осындай ерекше қуырдақ. Мынау жылқының жалы, тек қана бүйрек. Содан кейін мына көкөністер. Бисмилля деп дәмін татиық. Керемет. Өте тамаша. Осындай етіп бүйректен қуырдақ пісіріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, менің қуырдағым ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.